Үй жағдайында ерекше дәмі бар, өте жұмсақ үлпілдек нандарды бірге дайындайтын боламыз. Видеоны толық көрмес бұрын менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ең әуелі жылы сүтіміздің үстіне қантымыз бен дрожжымызды салып, араластырып, бөлме температурасына көтерілгенше қалдырамыз. Ұнымыздың үстіне тұз салып, жақсылап араластырып, дайын болған апарамызды құйып илейтін боламыз. Қамырымызды сәл илегеннен кейін үстіне сармай жаға отырып, иық қанғанша илеп шығамыз. Ұнымыздың бетін жауып, бөлме температурасына 1 сағатқа қалдырамыз. Көтерілген қамырымызды ұн себе отырып илеп шығамыз. Өрме нан дайындайтын боламыз. Ол үшін 3 бөлікке бөліп, ұзыншақ етіп домалақтап шығамыз. Видеода көрсетілгендей жасап, екі ұшын жақсылап біріктіреміз. Нан жасау үшін 300 грамм қамырымызды бөліп аламыз. Видеода көрсетілгендей екі ұшын ғана айландырып домалақтаймыз. Жұмыртқаның сарысын жағып, тағы да көтерілгенше бетін жауып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Мак, күнжіт сепсеңіздер болады, қаласаңыздар. Қалған ұндарымыздан әртүрлі формада нандар пісірсеңіздер болады. Лепешка нанын жасау үшін видеода көрсетілгендей ортасын қолымызбен жақсылап жұқартып жайып аламыз. Және де ортасына өрнек салатын құралды пайдалансаңыздар болады. Жоқ болса, шанышқымен жасасаңыздар да болады. Осындай ерекше нандар дайын болды. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар.